Қайырлы күн, құрметті қазақ елі, Жалайыр шежіресінің кезекті бөлімін ұсынамын. Негізінде мәліметтерді осы кітаптан алып тізбектеп, шежіре ретінде сіздерге беріп жүрген болатынмын. Бірақ енді кесте ретінде жазу өте көп уақыт алып жатыр. Сосын сол себепті сіздерге осы кітаптан мәліметтерді қысқа түсіндіретін боламын. Егер осы кітап сіздерге керек болатын болса, кітапты қалай алуға болады видео соңында айтатын боламын. Енді видеоны жақсылап қарап алыңыздар. Бұл мәлімет сіздерге пайдалы бола ма? Бұл кітап сіздерге керек па? Осы жерден жақсылап мазмұны бойынша қарап алыңыз. Егер кітап керек болатын болса, онда жазсаңыз болады. Ал енді бұл жерде Жалайырдың сырғанақ бөліміндегі рулар, оның ішінде Арықтаным руы. Арықтаным руы бұл Жалайырдың сырғанақ бөліміндегі 5 рудың біріне жатады. Бұл ру туралы алғашқы мәліметтер 1825 жылдың қазан айындағы жазылған ұлы жүз руларының сипаттамасында айтыла бастайды. Бірақ ол жерде Арықтаным руы, осы жерде қарасаңыздар, Ларактунаук деп жазылыпты. Яғни білесіздер, бұрын орыс жазбаларында көптеген қателіктер, бұрмалаушылықтар болғандықтан ру бойынша жазулар көп қателіктер болып жатады. Сол себепті қазір қазақша кітаптарда осы рулардың атауын дұрыстап қайтадан жазылып жатыр. Енді бұл жерде бұл кітапта Арықтаным руы туралы тарихи мәліметтер, деректер келтірілген. Егер кітап керек болса, әрине алып, оқып, қарап шықсаңыз болады. Мысалы, тарих деректер, ғалымдардың зерттеуі осы кітаптардан көре аласыздар. Сонымен бірге бұл жерде бұл Арықтаным руының таралу жүйесі де көрсетілген. Мына жерде шежіре бойынша Әнеттен Әлімбай атты жалғыз ұл туады. Одан Жайы, Назарбай, Қалыбай және Тайбұға атты аталықтар тарайды деп осылай жазба ретінде де көрсетілген. Мысалы, Назарбай аталығынан Өтетілеу, Естеміз, Мыңғал, Бабеке және Сәрке аталары өсіп шығып, олардың әрқайсысы одан әрі бірнеше әулеттерге тарамдалады деп осылай шежірелік деректерде келтірілген. Кітапта осындай мәліметтер бар. Оның ішінде Сүтемген тармағы, Арықтаным руындағы 4-ші тармақ. Ол өз ішінде Өлтізер, Өтес, Жиенқол, Дәулет, Есен, Ырысымбет, Шотай және Түгел атты 8 аталыққа жіктеледі. Ол туралы Тынышпаевтың еңбектері, мысалы, Сүтемген тармағының 2-ші аталығы қалай таралады, ол туралы да осындай тарихи шежірелік деректер келтірілген. Мына жерде Қауыс атасы туралы, таралуы туралы келтірілген екен. Одан кейін Жылы елді атасы, Арықтанымның Сүтемген тармағындағы 3-ші аталыққа Жиенқол жатады депті. Жиенқол аталығына Назарқол, Түркебай, Аманқол, Қытай, Қырым Батыр. Негізі Қырым Батыр деп аталып кеткен атты ру аталары өсіп өнеді. Одан кейін Назарқолдан тараған сияқты осы шежірелік кестелік жүйелер келтірілген. Мына жерде Арықтанымның аталық, енді бұл жерде 100% толық кесте деп айта алмаймын, шежіре деп айта алмаймын. Бірақ аталық жүйелері келтірген основной негізінде осылай кесте бар ішінде. Осылай. Одан кейінгі келесі тармағы Байшегір руы, қазір Байшегір руы. Байшегір руы туралы тарихи деректер, мысалы, осылай тарихи деректер келтірілген. Жиенбеттің ес қарасынан Қара, Ірі абыз, Кіші абыз, Қозыбаға және Бісібай 5 бай аталары таралады. Мына жерде Байшегір руының бір тармағы Тынымбет бөлімшесіне де тоқталсақ деп, сол туралы да осындай мәліметтер келтірілген екен. Негізде кітапта мәліметтер өте көп, пайдалы деп айта аламын. Бұл жерде Байшегірдің де осындай аталық шежіресі келтірілген екен. Осындай мәліметтер.
Бұл жерден шежіре 100% толық көп деп айта алмаймын, бірақ қысқа болса да аталық жүйесі бойынша тарихи деректер келтірілген. Бұл жерден де Балғалы руы. Балғалы руы жалайыр тайпасының Сырғанақ бөліміндегі 5 рудың біріне жатады деп, ол туралы да осындай тарих деректер, ғалымдардың зерттеулері, оның таралуы, ол рудың, ол кісінің ұрпақтары деген сияқты. Мына жерде келесі тармаққа нәдір тармағы жатады. Бұл тармақ Нияз, Барақ, Май, Күйік атты 4 аталыққа бөлінеді. Енді негізінде кітапта мәліметтер аталық жүйесі бойынша ғана жазылған сияқты. Қарап отырсам, мысалы мына жерде Балғалы, оның аталық шежіресі сияқты бұл жерде. Мына жерде Ақжол тармағынан Аққожа, Әбіш, Тоқсанбай атты аталықтарға бөлінсе, Аққожадан Шаяхмет, мына жерде Аққожаның баласы Әбіштен Әліш, Смағұл, Тоқсанбайдан, Ақжолдың тармағы Тоқсанбайдан Әбілхан тарайды. Ал енді Жалманбет тармағынан Ораз, Байе және Бәйтерек атты аталықтарға бөлініп, Оразан Нұрлыш, Нұрбай, Есентемір аталары өсіп өнеді. Осылай тарихи шежірелік деректер келтірілген. Енді кітап өте тиянақты, әдемі жазылған сияқты. Қойшылы руы келесі. Қойшылы руының өмір сүрген жерлері, мысалы. Ол туралы тарихи деректер, Арғынбаевтың зерттеулері, енді основной шежіре осы негізінде шежіре Арғынбаевтың көбінесе тарихи деректері, мысалы рулардың тарихи деректері көбінесе Арғынбаевтың деректерінен алынған сияқты. Мына жерде Оспанов бойынша Қайшылыдан одан Жанқұлы, Байқұлы, Құлжан таралады. Жанқұлыдан Тоқберген, Тоқсейіт, Жансейіт және Тыңсейіт тармақтары шығады. Тыңсейіттен Қарымыз және Қара атты 2 бөлікке бөлініп, Қарымыстан Ербөлек пен Байсенбек таралды. Ербөлектен Қазы мен Қалбай таралады деп осындай таралу жүйесіне келтірген. Бұл жерде Қайшылы, Қара Қарымыз, Тыңсейіттің шежіресі қазір ондай дұрыстап көрсетейін. Одан кейін Күшік руы. Мына жерде міне Таз руы тармағы туралы келтірілген. Мысалы, Сары тармақ өз ішінде Әлібай, Қалыбай, Алықұл және Бөкенбай атты 4 аталыққа бөлінеді. Аталықтық жүйелер. Мына жерде Күшіктің шежіресі. Аталық бұл жерде де. Бірақ мәліметтер жақсы келтірілген. Жалайырдың Сырманақ жүйесі бойынша осындай мәліметтер бар. Келесі видеода Жалайырдың Бірманақ тобындағы рулар жүйесінің видеосын шығаратын боламын. Ал енді алдыңғы бөлімде кестелерін ғана шығарған болатынмын, өзім жеке жазып. Екінші бөлімдерге қарасаңыздар, ол жерде де Шуманақ тармағы бойынша мәліметтер келтірген болатын.